Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы, енді атаулары әр жерде әрқалай айтылады екен, бізде сірне. Міне сірнені дайындаудың тәсілімен сіздерді бөлісемін. Ал енді мен енді видеом ұзаққа кетпесін деп барлық заттарды, қажетті заттарды мен дайындап алдым. Оған керекті заттарымыз ең бірінші міне етіміз, еттің бәрін бөліп дайындап алдық. Мен сол етпен бірге басында қосып бірге пісіремін. Онан кейінгі керекті заттарымыз міне қызыл бұрыш, помидор, қызанақ және пияз, мына жерде чесногымыз және міне жуып тазаланып алынған картошкамыз. Міне бетіне себетін әшекейлеуге көк пиязымыз. Ал достар, кеттік. Давай. Ал достар, міне ошағымызға қазанымызды қойып, майымызды міне жақсылап қыздырып алдық. Енді осы қызып тұрған майымызға алдымен қазанымызға бірінші піссіміла деп басымызды саламыз. Піссіміла. Екінші дайындап алған етіміздің бәрін салып аламыз. Піссіміла. Бұл жерде енді мөлшерінің бәрін өздеріңіздің отбасыларыңызға қарайсыздар, келген қонақтарыңызға қарайсыздар. Ал енді мен де үйге келген қонақтарға дайындап жатырмын. Бісіміне. Майды да өз қалауларыңызша құясыздар. Еттің майлылығы қандай, соған қарайсыздар барлығын. Мен бұған енді шек қарын бәрін қосып қуырамын. Бісіміне. Бәрі шек қарын бар жуып тазаланып алынған. Енді осы салған етімізді араластырып отырамыз. Астын үстіне шығарып бісімілла деп. Ең бірінші етімізді жақсылап қуырып аламыз. Уақытының бәрін өздеріңіз қуырып жатқанда белгілі болып тұрады ғой. Қызарып қуырылғанша, қазір жас малдың еті болған соң қазір суы шығады. Сол суы тартылғанша қуырамыз. Бір араластырып қойып, енді қазанның бетін жабамыз. Ал достар, міне мына етті де турауларыңыз енді өз қалауларыңызша ғой, бірақ мен орташа турап алдым. Бұл жерде бас да кеттім, шек қарын бәрін салып жібердім сірнеге. Енді осы араластырып, өстіп араластырып, жаңа суы шықты ғой, осы суы тартылғанша етті әбден қуырып аламыз. Құрамына не кететіндерін біліп алсаңыздар болды. Мөлшерін енді өз қанша адамға дайындап жатсыздар, өздеріңіз соған қарайсыздар. Осылай араластырамыз. Бетін жауып қоямыз. Ал достар, қараңыздар, қазанымыздағы етіміздің жаңағы шыққан суы ақырындап тартылып келе жатыр. Осыны бұлай астын үстіне шығарып, араластырып отырасыздар. Қашан мына суы тартылып болғанша араластыра бересіздер. Міне достар, біраз етімізді қуырып салдым, суы тартылып келе жатыр. Пока суы тартылғанша, енді менің тәсілім бойынша тұзды мен суы тартылған кезде барып салам. Егер де ерте салсаңыздар, суы тартылмай қояды. Су тартылды, енді тұзымыз саламыз.
Тұзды да әркімнің өз қалауы біледі. Мен енді үлкен қасықпен әзірге бір қасық саладым. Енді ар жағын тағы да көріп жатамыз. Енді міне кішкене араластырып аламыз да. Тұзымызды бір кесіп қылып, бір қалыпта өтіп араластырып, тағы да мен бір 5 минутқа қоя тұрамыз. Қақпағын жауып. Ал достар, міне қараңыздар. Міне суда тартылып, міне құрғақ бола бастады. Енді осы су тартылған уақытта барып біз енді пиязымызды саламыз. Бісміллә. Пиязымызды салып аламыз. Чесногымызды да бірге салып қуырып жіберуге болады. Енді міне дәмдеуіштерімізді де бірге салып жібереміз. Бірінші міне қара бұрыш, мені пайдаланатын заттар. Қызыл перец. Енді осыларды жақсылап тұрып 5 минуттай тағы да міне қуырып аламыз. Бісміллә. Осылай араластыра отырып, астын қатты отымызды көтермей, орташа отта. Енді осыны бір 5 минуттай пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымыз қуырғаннан кейін аз мөлшерде су құйып, тағы да бұқтыруға қоямыз. Ал достар, міне қараңыздаршы. Уже міне пиязымызда бірге қосып қуырғаннан кейін міне еттің де өңі қызарып, әдемі болып қуырылды. Міне енді бір осылай араластырып аламыз да, енді аз мөлшерде суын құямыз. Бісміллә. Мен бір ожау суды құйдым. Енді сіздер өз еттеріңіздің көлеміне қарай құясыздар. Енді міне бір ожау жетеді. Енді осы суымызды құйғаннан кейін тағы да бұқтыруға қоямыз. Бетін жауып міне бұқтыруға жібердік. Енді суымызды құйғаннан кейін еттің астын ортасын былай ашамыз да, мына басты міне астына қарай жібереміз. Астына жіберіп, мына етпен басты жауып міне ортаға қарай жинаңқырап барлығын еттерді. Енді қақпағын жауып, астындағы отын баяу атамыз, баяу отқа пісіреміз. Пісуінің бәрін өздеріңіз бақылап отырасыздар. Ал достар, міне етіміз де пісіп қалыпты. Енді осының үстіне дайындап қойған картошкамызды бетіне салып, бісміллә деп, дәмдеуіш, тұздарын бәрін салып алдық. Бетіне бұлай дайындап қойған картошкамызды тастаймыз. Картошканы да тура өз еріктеріңізде. Ірі қып турайсыздар ма, жоқ ұсақ қып турайсыздар ма, ол өз қалауларыңыз. Мен мына картошканың бәрін ірі қып турадым. Осылай бетіне тастайсыздар да. Осылай тастап аласыздар. Енді азғантай ғана былай астын бетіне көтеріп, таза сіңу керек қой картошка кедеріне. Осылай көтересіздер де міне. Енді қазанның астындағы отымызды күшейтіп, біраз қайнатып алғаннан кейін отымызды азайтуға қақпақты дұрыстап буын шығармай жабу керек. Осылай жауып қоямыз.
Міне достар, қараңыздаршы, біздің тамағымыз да сірнеміз де міне дайын болды. Міне қарап көріңіздер, өте әдемі. Егер де осы рецепттер, менің жасау тәсілдерім сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жазып, лайк басып кетіңіздер, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Менімен бірге соңына дейін видеомды көргендеріңізге үлкен алғыс. Сіздерге рахмет, жасап көріңіздер. Bazı şeyler de